بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті бауырлар, Мәбдәл қырағат кітабының екінші томын жалғастырамыз. Бүгін 36-шы дәріс Әд-Дарсу сәдису уәссаләсун Әл-Химару уәссауру, есек пен өгіз деген оқиға. Инқитаун, тоқтау, үзілу, тоқтау деген мағына білдіреді в основном көбінесе. Иршадун, жол көрсету, ақыл айту, халасун деген арылу, құтылу, аляфун деген жем, сахибун деген дос, нәжде сахибун деген иесі деген мағына, надамун деген өкіну, хұсранун деген қасірет, хүлулун деген бірдеңен орын алуы, болу, лиәллә үшін, яғни лиәллә яхруба, қашып кетпеу үшін, қашып кетпесін деп, юхка аннаху кана ли ражулин химарун ва саурун. Бір кісінің есегі мен өгізі бар екен, хикая етіліп айтылады. Хикаяда бір кісінің есегі мен өгізі болған деп келеді дейді. Яғни хикая етіледі дейді. وكان الحمار في غاية الراحة لا يعمل شيئا. Әлгі есек өте қатты рахат, жаңағыдай өмірі барып тұрған рахат еді. Фи ғаятил, ғая деген шекарасы деген, шыңы деген сөз. Есек рахаттың шыңында еді. Ла яъмалу шайъан, ештеңе істемейтін, рахаттанып жүретін еді дейді. Есектің өмірі рахат еді, в общем дейді. فكان يعمل بدون انقطاع وأما الثور فكان يعمل بدون انقطاع. Ал енді өгіз болса еш демалмастан, үзілместен, яғни жұмыс жасайтын еді дейді. Жұмыс істейтін еді. فذهب يوما إلى صاحبه الحمار. Бір күні барды өзінің досы есекке. Иля деген صاحبه. فذهب يوما إلى الحماري. немесе فذهب يوما إلى صاحبه الحماري. Химари деп неге ибіп тұр десеңіздер, иля әсер етіп тұр да. Яғни бір күні өзінің досы есекке барды дейді. Барып, вашака илейхи амраху, өзінің ісін айтып шағымданды дейді. Ва талаба минху, яғни мен жұмыс істей берем, демалмайым деп соған шағымданды есекке, досы ғой енді. Ва талаба минху ан юршидаху иля тариқин юмкинуху биха ан яхлуса мин хадиил машаққатил шадида. Осы қатты машақаттан құтқаратындай, оны құтқару мүмкіндігін беретін бір жол көрсетуін, сондай бір ақыл айтуын сұрады дейді. Яғни вашака илейхи амраху, өзінің ісін айтып шағымданды да, және де одан талап етті дейді. Ақыл айтуын талап етті одан. Ақыл айтып, жол көрсетуін талап етті. Жолды көрсетуін талап етті. Ол сол жолмен, сол тәсілмен, ол жаңағы қатты машақаттан құтылатындай болуы керек еді. Қатты машақаттан құтылатын жол көрсетуін талап етті дейді. Фақала лахул химар, сол кезде есек оған айтты. Ар-раю лака я сахиби, саған айтар дос, досым, саған айтар ақылым дейді. Ар-раю лака, саған айтар ақылым. Анта тамарада, өтірік ауырып қал дейді. Өтірік ауырып қал. Вала таъкула алафака фи хадиги лейла. Осы түннің ішінде өзіңнің жеміңді жеме. Өтірік ауырып қал да, өзіңнің жемісіңді жеме. Фаиза фаалта залика, осыны істейтін болсаң егерде, таракака сахибуна, біздің егеміз сені тастап кетеді. Ғадан, ертең сені тастап кетеді. Валам яхузка лил хирасати, егінге сені алып кетпейді. Фатастариха, сөйтіп сен демаласың дейді. Фақабила сауру насихатал химари, есектің насихатын өгіз қабыл алды да, ва амила би иршадихи, айтқан ақылын жасады дейді. Валамма кана субаху, таң атқан кезде, хадара сахибухума,
ол екеуінің егесі келді, яғни есек пен өгіздің егесі келді да фара саура, өгізді көрді, яғни өгіздің фара саура лам якул алафаху, өгіз өзінің жемін жемегенін көрді, өгіз жемін жемей қалдырғанын көрді. Фатаракаху, және сөйтіп өгізді тастады дейді, яғни сол қалдырды. Ва ахадал химара бадалаху, өгіздің оның орнына, яғни өгіздің орнына есекті алды дейді егесі. Ва хараса алейх, сөйтіп оған іліп қойды, жаңағы соқы дей ма дейді, жаңағы михрас бар ғой, жер жыртатын аспапта. Сол өгіздің орнына есекті алып кетті да, сол есекпен жер жыртты дейді. Ва кулла залика алйом, сол күні бойы есекке артық қойып есекпен жер жыртты дейді. Фатаби ал-химар, сол кезде есек шаршады. Касиран, қатты шаршады да есек. Ва надима аля насихатихи лис-саури, өгізге айтқан насихатына өте қатты өкінді. Яғни өгізге айтқан насихатына өкінді, қатты шаршап. Валамма раджа'a айна ал-масаи қала лаху ас-сауру кейфа халука я ахи. Кешке қайтқан кезде өгіз оған айтты, қалың қалай ей бауырым деді. Есекке өгіз айтып отыр. Фақала бихайрин, есек айтты, жақсы дейді, жақсы, жағдайым жақсы дейді. Ғайра анни, бірақ та дейді, ғайра анни сами'ту ал-яума, бірақ та мен бүгін естідім дейді, сахибана, біздің егемізді естідім. Яқулу иза истамарра ас-сауру аля хазал хал, өгіздің өгіз осы жағдайда жалғастыра беретін болса, өгіз осы жағдайды жалғастыра беретін болса, валам якул алафаху, және де осы жағдайын жалғастырып өзінің жемін жемейтін болса, фалабудда мен забхихи, міндетті түрде оны соямын, лиалла ахсура саманаху, міндетті түрде оны соямын, бауыздаймын, өйткені өгізді сатып алған бағамнан өгізге алған ақшам құр кетпеу керек деп айтты дейді. Яғни жұмыс істемесе сойып етін жеймін, сатам дейді ғой. Сөйтіп өгізге кеткен ақшам құр кетпейді деп айтып жатқанын егеміздің естідім дейді. Есек айтып отыр. Фарраю лака я сахибил ана, енді досым саған айтар ақылым дейді. Айтар ойым дейді. Ан таржиа иля адатика, өзің әдетіңе қайт дейді. Ва таъкула алафак, жеміңді же. Лиалла яхулла бика хадал балаул азим, осы үлкен қасірет бәле сенің басыңа түспей жатып, жеміңді же дейді. Сен сойылып кетпей деп же деп отыр ғой. Фаламма сами'a ас-сауру ма қалаху ал-химар, есектің айтқанын, яғни ма деген әлләди деген мағынада, ол айтқанда фаламма сами'a ас-сауру ма қала ал-химар, ма деген нәжде маусул, яғни есектің айтқанын өгіз естіген кезде азонна аннаху садиқун, ол шындықты айтып жатыр деп ойлап қалды, шыншыл деп ойлап қалды, шындықты айтып жатыр деп ойлап қалды. Фи қаулихи, сөзінде шыншыл деп ойлап қалды да. Ва аннаху насихун лаху, және де есек оған шынайы жақсы насихат айтып отыр деп ойлап қалды өгіз. Фақама фил хали, сол орнында тұрды да. Ва ахада якулу алафаху, өзінің жемісін жей бастады дейді. Валамма ра'a ar-rajulu 'inda as-sabahi, таң атқан кезде ер кісі анна алафа ас-саури ма'кулун, таң атқан кезде әлгі кісі өгіздің жемі желінгенін көрген кезде азонна аннаху шуфия, жазылды деп ойлады дейді. Мен марадихи, өгіз ауруынан жазылды деп ойлады. Ва ахадаху лил хирасати каадатихи, сөйтті да әдетінше өзінің сол жер жыртуына алып кетті дейді. Яғни айтқанда бір іші тар бір досының жаңағы айтқанына ерем деп солай неден айырылып қалды, жағдайынан, демалып отырған жағдайынан айырылып қалды дейді. Иншалла осындай бір оқиға болыпты. Түсінбеген жерлеріңізді міндетті түрде сұраңыздар бауырлар. Алла Тағала баршаңызға жеңілдік берсін. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.